Қызыл ғаламшар Марс. Марс күн жүйесінің 4-ші ғаламшары. Марс өлі ғаламшар. Онда тірі жанның өмір сүру мүмкін емес. Оның көптеген себептері бар. Ең алдымен, Марстың атмосферасында өте тығыз улы көмірқышқыл газы бар. Соған байланысты Марста ешқандай тіршілік иесі тыныс ала алмайды. Сондай ғаламшарда су жоқ. Ондағы температура шамамен 55 градус. Мұнда өте күшті дауылдар, айлар бойы басылмайтын құмды бұрқасындар болады. Марстың бетінде ірілі ұсақты кратерлер өте көп. Әсіресе Марстың беткі қабатының ең назар аударарлық жағы вулканнан кейін түзілген жерлер. Мысалы, Марста орналасқан диаметрі 600 шақырым, биіктігі 25 шақырым Олимпус жанартауы күн жүйесінің ең үлкен тауы. Жердің ең биік шыңы Эвересттің биіктігі 8848 метр болғанын ескерсек, Олимпус жанартауының қаншалықты үлкен екенін елестетуге болады. Марсты қызыл ғаламшар немесе қызыл жұлдыз деп те атайды. Оның себебі күн ашық кезде телескоппен бақылағанда Марстың беті қызғылт болып көрінеді. Оның себебі мынада: Марстың топырағы қызғылт түсті және онда болатын қатты бұрқасындар топырақты ұйытқытып, қызғылт түстес шаң тозаң аспанға көтеріледі. Міне осы жағдай ғаламшардың алыстан қызыл болып көрінуіне себепкер болады.